Ассалаумағалейкум бүкіл қазақ халқы. Кеше сәуір айының 20-сы 2020 жыл мені екі полиция келіп үйден алып кетті. Сосын Алматы қалалық медеу аудандық полициясына алып барды. Онда түсіндіруінше нағыз ата еріктілерінің үстінен арыз жазған. Ол арызды жазған адамдар Ербол Дәулетбекұлы менен Қайрат Байтолла екеуі. Тағы да екі адам бар деді, бірақ ол екі адамның атын дәл қазір атай алмаймыз, себебі олардың арыздарын көрген жоқпын әлі. 4 адам арыз жазған негізі. Бірақ сол Ербол Дәулетбек пен Қайрат Байтолланың арызы бойынша кеше мен сол жерде жауап бердім. Онда жазған арызы былай екен: нағыз атажұрт еріктілері, олар тіркеп алған атажұрт еріктілерінің атын пайдаланды деген, кедергі болды жұмысымызға деген, сонымен бірге эмблеманы рұқсатсыз пайдаланды деген, камераны алып кетті деген сияқты, сол сияқты және де біздің каналға да таласын айтқан. Оған біз өз тиісті жауаптарымызды айттық, уәждерімізді білдірдік. Енді бүгін мен сіздерге соны қысқаша жеткізгім келіп отырғаны, бұл арыз жазған адамдардың мақсаты тек қана сол атажұрт деген атқа ғана емес, затқа ғана емес таласып отырған. Бұлардың мақсаты арада жатыр екен, соны байқадым. Олардың бірінші мақсаты осы нағыз еріктілер, нағыз атажұрт еріктілер деген, нағыз атажұрттың жұмысын тоқтату. Бірінші мақсаты. Екінші мақсаты Серікжан Біләшұлын қайта соттату көрінеді. Маған солай сезілді. Ал енді нағыз атажұрт еріктілері жұмысын тоқтататын болса не болады? Нағыз атажұрт еріктілері жұмысын тоқтататын болса, онда Қытайдағы қырғындалып жатқан 3 миллион қандасымызды кім сұрайды? Олардың көздегені бұл Қытайдың жоспары екені анық. Қытай осылар арқылы осы жердегі қазақтың ішінен шыққан өзіне жұмыс істейтін адамдар арқылы нағыз атажұртқа кедергі жасап жатыр. Мен солай ойлаймын. Нағыз атажұрттың көзін құртқысы келіп отыр. Екіншіден, осы Қытайдың геноцидін, Қытайдың озбырлық саясатын дәлел айғақтарменен бүкіл дүниеге, халықаралық адам құқықтары ұйымына жеткізе білген және сол жолында бейбіт күресудің жаңа бір күрес тәсілін тапқан Серікжан Біләшұлын соттатып құрту болып отыр. Бұл екі үлкен мақсат. Бұлардың мақсаты тек қана кішкене бір затқа таласу емес. Менің сезгенім солай сияқты. Нағыз атажұрт еріктілер жұмысын тоқтатпау керек. Біз күресімізді осы сондағы қандас бауырларымыз толық азаттыққа шыққанша жалғастыруымыз керек. Екінші, Серікжан Біләшұлы сотталмау керек, істі болмау керек. Ол былтыр онсыз да жазықсыздан жазықсыз 6 ай басы дауға қалды, білесіздер. Осы қазақ халқының бүкіл халықараның араласуымен ғана сотталмай қалды. Сондықтан біз қайта-қайта әділетсіздікке ұшырай береміз бе? Біз Қазақстан мемлекетіне немесе қазақтарға ешқандай зиян келтіретін еш әрекетке барғанымыз жоқ, заңды бұзғанымыз жоқ. Біздің істеп отырғанымыз тек қана қиналған, ана жерде қансырап жатқан бауырларымызды құтқару. Егер де осы жолында кім бізге кедергі болатын болса, біз соларды бұзып жарып өтуге дайынбыз. Және осы жолда біз қалың қазақ халқының қолдауына мұқтажбыз. Бізді қолдаңыздар. Нағыз атажұрт еріктілері жабылмау керек. Серікжан қайтадан істі болмау керек. Осы жолында бізбен бірге күресуге шақырамыз сіздерді. Деп сіздерге үндеу тастаушы нағыз атажұрт еріктілерінің жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлы. Бүгін сәуір айының 21-і 2020 жыл.